Таң атысымен Айнара тысқа шықты. Көңілі алай-дүлей. Рауан шапағы оның өмірін нұрға бөлейтіндей көрінді. Күн сайын үмітпен ерте оянатыны да сондықтан. Әйтпесе көңіліне кірбің ұялатып, жанына маза бермей жүрген нендей мұң екенін өзінен басқа ешкім білмейді. Жалынды жас өмірі, мәнсіз күндері де сұрықсыз, сол баяғы бір тірлік. Бүгінгі ұйқысыз түннің кешегіден еш айырмасы жоқ. Ол есік алдындағы ағаш сәкіге жаймен жайғасты да өз-өзімен іштей сырласты. Айналасындағы құстар үні мен жапырақтың сыбдыры да оның ойын бұза алмады. Түндегі мазасыз ойлар көңіл түкпірінде әлі де сайрап тұр. Үркіту, қорқыту мен зомбылыққа еті өлгені сонша жан баласына сездіргісі келмейді. Ұнжырғасы түсіп, қас қарайғанша далада жүретін. Аула іші тым-тырыс. Айнараның үйге кіргісі жоқ. Іште жатқан өгей әкесіне деген ыза кегі басылар емес. Амалы құрыған ол қорқақтап үйге еніп еді, арақ иісі мүңкіп сала берді. Шашылған бөлмеде теледидар дауысын барына қойған өгей әкесі шалқалақтап жатыр екен. Айнара қолы дірілдеп айналасындағы заттарды жинай бастады. Әкесі қозғалған сайын өзіне тап беретіндей қатты қорықты. Осы тұста «Ей қыз, бері кел, саған айтарым бар» деген өгей әкесінің зілденген дауысы шықты. Жаймен жақындап еді, анада болған оқиғаны шешеңе айтатын болсаң, көзіңе көк шыбын үймелетемін, жетімек деп желкесінен түйіп жіберді. Көз жанары жасқа толған Айнара қорыққанынан «Жарайды, айтпаймын, тек қолымды жіберіңіз» деп қолын жұлқи тартып жатын бөлмеге кіріп кетті. Артынан «Өгей жетімек, өлтіремін мен сені» деген қарлыққан дауысы қатты шықты. Қаны қарайған арам ойлы өгей әке қорғансыз қыздың тұп-тұнық таза лемін бүлдіріп, пәк өміріне қол сұққалы қашан. Айнараның оны ойлауға да дәті бармады. Айнара әкесінен айырылғанда небәрі 6 жаста болатын. Марқұм әкесі әрдайым қызының қабағына қарап еркелететін. Айықпас дертке шалтыққан әкенің өлімі Айнараға ауыр тиді. Соңғы уақытта қалың ойға беріліп, тіпті күлмейтін жағдайға жетті. Анасы әкесінің жылынан кейін басқа біреумен тұрмыс құрды. Айнара қанша жерден қарсылық білдірсе де, анасы өз таңдауын өзгерткен жоқ. Осыдан кейін Айнара жан қайғысын жұтқан анаға сүйініш, әкесіз қалған өзіне қорғаныш болар деген үмітке тоқталды. Бірақ бәрі бұл ойлағандай болмады. Өгей әке өгейлігін жасап, бұларға сор болды. Кеш болса болды, олардың үйі ауылдың маскүнем еркектері жиналатын. Анасы айғайша таңнан қара кешке дейін жұмыста. Ал қаршадай Айнараның әр күні ананы күтумен, әкені сағынумен өтуде. Бұрын анасыз көз ілмейтін Айнара бірде өз бөлмесінде алаңсыз ұйқыға кетті. Шамасы есікті іштен ілуді ұмытып қалдырса керек. Бір мезгілде сықырлаған дыбыстан оянып кетті. Көз алдына әлдебір бейнелер елестей бастады. Жаймен қарап еді, елес бейнені өгей әкесіне ұқсатты. Жоқ, мүмкін емес деп іштей күбірлеп, жанына келіп денесін сипап бастағанда орнынан ұшып тұрды. «Не істеп жүрсіз? Шығыңыз» деген сол еді. Өгей әке қарулы қолымен қорғансыз қызды бір бүктеп, қарсылық білдіргеніне қарамастан арам пиғылын жүзеге асырып бөлмеден шығып кетті.
Осы оқиғадан кейін есінен айырылып талып қалған Айнара бөлме ішінде қансырап ес-түссіз жатты. Ойында еш нәрсе жоқ. Айғайша жұмыстан келген бойда көзіне түспеген қызының қайда екенін сұрап еді, жақтырмаған күйеуі: «Ей қатын, мен қайдан білейін, жүрген шығар бір жерде. Күн ұзаққа маған тамақ та берген жоқ. Тіл алмайтын қырсық қызды қайдан туғансың?» деп жекіріп тастады. Айғайша қызы жататын бөлмеге беттей берген сол еді, Айнараның ес-түссіз жатқан күйін көріп шошып кетті. Не болғанын түсіне алар емес. Жалма-жан жедел жәрдем шақырды да ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер анасына Айнараның жағдайын жақсы еместігін және тез арада психологқа қарату қажеттігін айтты. Аурухана дәлізіне әрі-бері сенделген ана байғұс бұл жағдайдың қалай болғанын түсіне алмай әлек. Ессіз күйеуін кінәлайын десе батылы бармайды. Қызының жанына келіп: «Бұл қалай болғаны? Сені осыншама қорлауға кімнің дәті барды?» деп күбірлей берді. Айнараның нәзік қолдарына анасының ыстық жасы тиген сайын бала жүрегі қиналып, шарасыз күйге түседі. Басында ол өгей әкесінің арсыз әрекетін анасына айтып бергісі келіп, біраз оқталды да, кейін оның алдағы тағдырына алаңдап, жабулы қазан жабулы күйінде қалған еді. Уақыт деген қолға ұстатпас сынап қой. Осылай өз өксігін өзгеден жасырып жүргенде күндерден күндер өтіп, айлардан айлар асып, жылдардан жылдар зулап жатты. Айғайша екінші күйеуінен егіз қыз босанды. Айнара мектептен келе сала егіз сіңілісіне қарайласып жүрді. Бұрынғыдай емес, өкінішті күндердің бәрі артта қалып, шат-шадыман күй кешті. Бірі сабақтан, бірі жұмыстан оралып, кешкілік дастарханға басы емен жарқын әңгімеге толатын. Иә, тағдырына мойымаған Айнара жас күнінен жетімдік тауқыметін бір кісідей тартқасын, қиындықпен кездескен қатал тағдырына қатты өкінеді. Бірақ өкініштен не пайда? Ол тағдырын талақ етіп, жас өміріне қастандықпен қақпан құрған өгей әкеден мүлдем жиіркеніп кетті. Оңаша қалса, екі көзден аққан жасқа ерік беріп, сағыныш пен өкініштің көз жасын төгіп алғанда ұнататын. Бірде қолына қалам алып, анасына хат жазды. «Анашым, әкем тірі кезде біз бақытты отбасы едік. Әкем дүние салғаннан кейін мен сіздің тұрмысқа шығуыңызға кедергі бола алмадым. Кішкентайымда ылғи қолдарым көгеріп, талып қалып, ауруханаға жиі түстім. Сіз сол кезде менен барлық жайтты сұрадыңыз. Мен сіздің бақытыңызды ойладым. Сіздің жолыңызды жапқым келмеді. Өйткені сіз өгей әкемнің айтқанын ғана тыңдадыңыз. Тіпті менің сөздеріме мән бермей, сол кісінікін ғана дұрыс сынадыңыз. Мен енді бой жеттім. Сіз шаң жуытпайтын өгей әкемнен қорлық, зорлығы, балалық шағымның жарасы болып жанымда әлі тұр. Ол мені қатты қорқытып, соғып қорлайтын. Әрине сіз жоқта. Мен түн демей, күн демей жылап, тысқа шығып, марқұм әкеммен әжемнен жәрдем сұрайтынмын. Екі қызы бар, ұмытқан шығар дедім. Жоқ, бәрі мен ойлағанда емес екен. Тіпті ол мені жақсы көретінін айтып сандырақтайды. Әрине, сізге айтқым келмеп еді. Бұның бәрі болашақта жалғаса берсе, біз бір отбасы бола алмаймыз. Мен өз жолыммен кетемін. Қош анашым, мен сізді жақсы көремін» деп жазды да анасының жастығының астына қойып кетті. Жұмбақ тағдырын жұдырықтай жүрегіне сыйғызған Айнара кейін анасы мен өгей әкесінен қос бірдей бауырынан саналы түрде алыстап, өз жолымен бөлек кетті. Ол қашанда жалған өмірдің сынағына мойымауға әзір тұрды. Сөйтіп,
жанын жегідей жеп алаңсыз күлкісін ұрлаған мазасыз ойлардан арылып жаңа өмірдің даңғыл жолын бастады. Бойжеткен Айнараның зымырап өткен уақыт, жарысқан арман мақсаты, қуанышы мен өзі ғана түсінетін мөлдір мұңы бар. Ол бақытты күндерінің алыста емес екеніне сенімді болды. Шіліңгір жаз өтіп, қоңыр күзде қылышын сүйреткен қыста артта қалып, күлімдеп көктем туды. Уақыт өте келе Айнара жоғарғы оқу орнын тәмамдап, өзге үйдің босағасына аттады. Өз алдына отау болып, шаңырағының түтінін түтетті. Шағын ауылда тұратын Айнара бәрін сыйлап, сыйлы келін бола білді. Жар құлағы жастыққа тимей жүретінінде содан. Келген жері оны жетім деп желкесінен итермей, бауырларына басты. Айнараның бақытты өмір сүріп жатқанын сыртта естіген Айғайша қызына риза болып, ішінен тәубе деді. Балалығы еске түскенде Айнараның өзі өскен шаңыраққа анда-санда барып, мауқын басып қайтатыны бар. Бұл жолы да ол ауылға оралып, үйіне қарай бет алды. Қара шаңырақтан түтін будақтап тұр. Тек ол түтіннің иелері басқа жандар еді. Ащы да, тәтті де қайран балалықтың белгісі ай.